Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Зея Құлмет. Маған көп қойылатын сұрақтардың бірі осы Bybit крипто биржасында фьючерспен қалай сауда жасаймын. Сіздер сұрадыңыздар, мен сіздерге осы видеоны түсіріп жатырмын. Егер сіздерде Bybit биржасында аккаунттарыңыз болмаса, мен барлық сілтемесін астына қалдырып кетемін. Сол сілтеме арқылы өтіп, регистрация, верификация жасау арқылы сіздер осы Bybit'тен максималды бонустар мен скидка алатын боласыздар. Қосымша сұрақтардың барлығын комментарийға жазыңыздар, және менің телеграм арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк, подписка басып, достарыңызға таратыңыздар, ал біз видеомызды бастаймыз. Соңғы достар, сіздер Bybit биржасында фьючерспен сделка ашпай тұрып, әрине ең бірінші TradingView платформасы арқылы графикке қарау керексіздер. Мысалы, Google-ға кіресіздер, мынаяқтан біз Google-ға поисқа TradingView деп жазамыз. Міне TradingView деп шықты, үстінен басамын. И мынаяқта ең бірінші сілтемені басамыз. Әрине тексеріп алыңыздар. Мынаяқтың сайты tradingview.com деп тұр. Осының үстінен басамыз, барлығы дұрыс. Чтобы сіздер там фишинговый сайтқа кіріп кетпес үшін бір тексеріп алыңыздар. Міне TradingView сайты бізде ашылады. Қосымша өздеріңіз там вход, регистрация жасап алсаңыздар болады. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Немесе просто с помощью Google арқылы кіресіздер. Одан кейін барып, мынаяқтан бізде продукты деген жерде супер графиканың үстінен бір рет басамыз. Міне бізде уже графика ашылды. И осы жақтан біз лонг позиция кіремін деп мен шешім қабылдадым. Енді біз Bybit биржасына кіреміз. Міне Bybit биржасына кірдім. Так, мынаяқтан біз главный экранға кірдік. Осы жерден төменгі оң жақта активны басамын. И мысалы сіздерде мынау жақта дериватив деген бар. Сол деривативы счетта сіздерде ақша жату керек. Менде қазір 99-90 доллар жатыр. И сіздерде осы жақта деривативы счетта ақша жатпаса, ең бірінші мысалы осы Bybit биржасын толтырасыздар. Там P2P арқылы қалай сатып алу керектігін уже білетін шығарсыз деген ойдамын. P2P арқылы сатып аласыздар. Одан кейін барып P2P арқылы алған кезде сіздің ақшаңыз финансовый счетқа түседі. Финансовый счетта мысалы 165 доллар маған түсті делік. И бұны сіздер жоғарыда перевод дегенге басып, жоғары жақта финансовый, астында спот үйді басып, бұны біз неге ауыстырамыз? Жоқ, қазір басылып кетті. Міне спот үйдің үстінен басамыз. И астыңғы жақта біз деривативный аккаунт дегенге басамыз. Міне өзгерді. И осы жақта мен мысалы 10 доллар аударам деп қойып қоямын. Міне 10 доллар аударам. Перевод басамыз. Міне көрдіңіздер, бізде 10 доллар финансовый счеттан деривативный счетқа түсті. Болды. Бізде уже фьючерс бойынша сауда жасауға қаражатымыз дайын тұр. 109 доллар. Енді біз осы жақтан деривативға басамыз. Міне төмен жақта деривативны бастым. И осы жерден ең жоғары жақта мысалы мынаяқта менде арбитрум тұр. Арбитрум үстінен басамыз да, мысалы мынаяқтан салана таңдаймын. Так. Сол деп жазамын. Сол. И мынаяқтан сол бессрочный USDT үстінен басамын. Жоғары кіретін болсақ, төменгі жақтан long дегенді басамыз, жасылды. Міне бізде осы ашылады. И осы жақтан сіздер мынаяқтан лимиткамен кірсеңіздер болады, немесе рыночный ордермен кірсеңіздер болады. Рыночный ордермен кіру деген қалай? Рыночный ордер таңдасаңыздар, сіздер осы бағамен сразу кіресіздер. То есть басыңыз сразу нарықтағы бағамен алынады. Ал егер сіздер лимитный ордермен кірем десеңіздер, онда рыночный үстінен басамыз, мынаяқтан лимитный ордер таңдаймыз. Мынаяқта изолированный деген жерде негізі мен өзім көбіне изолированныймен жасаймын. Кросс деген не? Кросс деген сіздер бүкіл баланстағы ақша осыған кіреді. Ал изолированный деген сөз сіздердің тек қана определенный ашқан бағаңыз осы жақта жұмыс жасайтын болады. То есть егер мысалы сіздер там баланстарыңызда там 100 доллар болса, сіз там 20 долларға кірсеңіз, мысалы жоғары кірем деп, бірақ ол 20 доллардан төмен түсе беретін болса, и сіздің 100 долларыңыздың барлығы осы 20 долларды минусқа кетірмес үшін не болады да, в общем, и төмен түсе берсе, в общем, сіздің балансыңыз азая береді там. 20-30 доллар, 40 доллар, в общем, толық 100 доллар ликвидация болғанша сіздің балансыңыз, в общем, азаятын болады. Бұл кросс маржа. Ал изолированный деген сөз, сіздер егер 20 немесе 30 долларға ашсаңыз, қалған там 70 долларға сіздерге ешкенке болмайды. То есть максимум сіздің минус болатын 20 долларыңыз ликвидацияға кетеді, и қалған суммаға ешқандай тиіспейді. Міне кішігірім осылай түсіндірдім деген ойдамын. Сол себепті изолированный таңдаймыз. И одан кейін бар, мынаяқтан бізде енді плечо, достар, өзіңіз білесіздер қанша қойсаңыздар, бірақ енді көп көтерген сайын риск өте жоғары болады. То есть бұл жақта сіздер там 75-пен кіретін болсаңыздар, онда сіздің ликвидацияңыз өте тез болуы мүмкін. Там 1%-ға уже кішкене өзгеріп кетсе болды.
сіздердің бүкіл баланстарыңыз общем азаяды. Сол себепті негізінде енді бастапқыда лучше там вообще 1x қойған дұрыс, хотя бы там 5x-тен асырмаған дұрыс. 10x бұл енді былай айтқанда максималды, 10x-тен көп тоже көтермеген дұрыс. Мен мысалы 10x пен қоя берейін, 10x мынаяқтан бізде сохранить басамыз. Міне 10x пен мен сохранить басам, и қазір біз осы Solana бойынша жоғары сделкаға кіретін боламыз. Міне бізде мынаяқтан процентпен мен примерно өзім депозитімен 30%-ға кіретін боламын. Бұл 10x плечомен $322 кіретін боламын. В общем, достар, қазір сіздердің алдарыңызда там минус болса да, плюс болса да, қазір жоғарғы сделка ашатын боламын. Міне бәрін қойып болдым, рыночный ордер қойдым, 30% қойдым, депозиттен кіремін, и изолированный маржа 10x, и қазір мен сіздердің алдарыңызда long деген позицияны ашатын боламын. Міне long позиция аштым, и сразу бізде көріп отырсаңыздар, міне PNL деп тұр, мынаяқта 0.05 бізде минус болып тұр, то есть бұл минус деген сөз. Қазір уақытта біздің осы ашқан сделкамыз қазір уақытта минусқа кетіп жатыр. И осы моментте мен сразу сіздердің алдарыңызда стоп лосс пен take profit қойып қоямын, чтобы біздің минусымыз арғай кете бермесін деп. Мысалы, мынаяқтан установить take profit стоп лоссты басамын, и осы жақтан ең бірінші стоп лоссқа мен былай қоямын. Қазір графикаға қараймын да, біз мынаяқтан жоғары кетеді деп қойған болатынмын. И егер мынау қазір тағы төмен түсетін болса, мысалы ретінде, мысалы мына жаққа қойып қоямын, мысалы мынаяқта тем пайда болыпты, осы теннің астынан стоп лоссты тіркеп қоямын, и мынаяқтан бізде қазір 89-да примерно 10 деп қойсам болады. 89-да 10 деп қазір қоям. Мына стоп лосс 89.10. Міне осы жаққа келетін болса, біздің минус $1.35 болады. И біздің take profit'ті сразу қоя салам. Қазір бізде баға біз жаққа қарай өсіп жатыр. И примерно қазір біздің ақтан графикадан қарап, кішкене былай алысқа жылжытып, мысалы қазір былай сәл төмен түсірейін. Мынаяқтан бізде take profit'ті мен қайқа қойсам екен, так. Грубо айтқанда, қазір алдағы уақытта 5 минуттықта әлі свободный өсу жоспары бар екен. Сол себепті бұл жақта мен take profit'ті примерно либо 91-ге қойсам да болады, мысалы 91 деп қоятын болсам, біздің табысымыз $5 болады екен. И потом барып, не подтвердить басамын. Міне фьючерс бойынша Solana мен long позиция кірдік. Қазір уақытта бізде уже плюс $1.86 болды. И біз осы жақтан, мысалы, take profit'ні стоп лосс қойып қойдық. Болды, сіздер арғай уже өздеріңіз жұмыстарын жасап, бұл графика қатты қарамай қойсаңыздар болады. Мысалы, сіздер одан сайын там минусқа кетпес үшін, мысалы, бізде стоп лосс тұр, енді стоп лоссты мен аны жоғары көтеріп қойсам болады, себебі бізде уже плюс болып тұр. Сол себепті мен қазір стоп лоссты былай жасаймын. Тағы да установить дегенге басамын. И осы жақтан, мысалы, стоп лосс деген жерге мен уже без убытка шығарып қоямын. То есть бұл жақта уже бізде ешқандай ақша жоғалтпаймыз. Там стоп лоссты тисе болды, ладно, жабылады. Ешқандай бізде проблема жоқ. Міне 89-да точка қазір. Міне мынаяқтан бізде стоп лосс бойынша қазір жоғары жақта бізде цена входа тұр. Цена входа бізде 89-да 470 екен міне. И 469-470 деп қоям и қараймыз. Біздің міне стоп лосс 0 болып қалды, қазір без убыток болып тұр. И осыны біз сохранить етеміз. Міне сохранить еттік. И болды, бізде мысалы күтетін боламыз. Басқа ешқандай проблема жоқ. Бізде міне уже Solana 90-нан уже кішкене көтеріліп бастады. Негізі бұл жақта мен кейде былай ойласам, егер баға қатты біз жаққа қарай өсетін болса, мен даже стоп лоссты былай алып тастаймын. Мысалы, мына 91 болып тұр, 92, 91-ді мен былай пока что 92-де ауыстырып қойын, чтобы $9 болатындай. И астындағы стоп лоссты мен уже көтеріп қоямын. Мысалы, 89-да қазір 9 деп қоятын болсам, міне бізде уже прибыль $1.5, міне 89-да 9. И осыны сохранить етемін, сохранить еттім. И қараңыздар, мен уже дұрыс таптым, то есть Solana өсіп бара жатыр. И қазір Solana егер төмен түсетін болса, там, разворот жасайтын болса, мен ешқандай минус емес, даже плюсқа шығамын. Solana өскен сайын стоп лоссты жоғары қарай көтере беріп, и take profit'ті тоже жоғары көтере берсем болады. И ешқандай проблема жоқ. В общем, достар, қазір видеоны көп созбас үшін мен қазір тағы стоп лоссты қойып, бұны примерно 4-те максималда прибыльмен жаба салайын. Негізі былай жаппайық, мен былай жаба салам онда. Мысалы, қазір артқа шыға салайын. И осы жақта сразу закрыть позицияны басам. Мынаяқтан біз 100% басамыз, бүкіл барын сатып жіберем. И подтвердить. Все, позицияны жаптық. Енді біз өзіміздің активный бөлімге кіреміз. Мынаяқтан қарап отырсаңыздар, бағана бізде 110-да 90 болған. Ал қазір уже бізде 4-те, примерно $3.5 түсті прибыль. Сонымен достар, осы видеоның аяғында егер сіздерде қосымша сұрақтарыңыз болса, там бір
ой пікірлеріңіз болса осы видеоның астына түсіп комментарийға қойып отырсаңыздар болады. Мен әр комментарийға жауап беретін боламын жеке өзім. И онымен қоса телеграм арнама тіркелмеген болсаңыздар бүкіл сілтеме описаниеда тұр, сол жаққа тіркеліп, телеграм каналымның ашық чаты бар, сол жаққа тіркеліп, сол жақтан қосымша сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. Онымен қоса егер сіздерде Bybit крипто биржасында былай айтқанда аккаунттарыңыз болмаса, төменде сілтемесін тоже қалдырып өтемін. Сол сілтеме арқылы өтіп өзіңізге максималды бонустар, максималды скидка алсаңыздар болады. Ал сіздермен болған мен Зея Құлынбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барымызға чеки-пау.